Сәлеметсіздер ме, құрметті трейдерлер? Кезекті видеоға қош келдіңіздер. Және бүгінгі видео барысында біз сіздермен бірге а, өте бір қызықты тақырыпты талқылайтын боламыз. Ол қалайша біздің ресми веб-сайтымызда серіктес кабинетін ашуға болатыны туралы видео. Біріншіден, әрине де өздеріңіздің осы профильдарыңызды енгізіп, жеке кабинеттеріңізге кіресіздер. Сосын оң жақ жоғары бұрыштағы профиль батырмасын басып, мінекей мына бетте серіктес кеңсесі деген батырманы көріп отырмыз. Және осы батырманы басқан соң сіздерде мына бетте біз көріп отқандай екі түрлі жалпы серіктестік пайда болғанын көріп отырмыз. Яғни ол бізде немесе агент, немесе веб-мастер деп аталатынын көріп отырмыз. Жалпы есебімен бүкіл енді осы ақпаратты мына жерден таба аласыздар. Мысал үшін агентті таңдайтын болсаңыздар, сіздер біздің жалпы есебімізбен серіктесіміз болып жаңадан алып келген трейдерлер немесе инвесторлардың жатқан енді трейдтері үшін жалпы есебімен 80%-ға дейін біздің комиссиямызды өзіңізге аласыздар. Яғни олардың жалпы жасап жатқан ақшасының қандай да бір пайызын алатын боласыздар. Және екінші түрі ол әрине де веб-мастер екенін көріп отырмыз. Әрбір енді соңына дейін өтілген регистрация тіркелу үшін, яғни верификация өтіп соңына дейін тіркелген әрбір жалпы трейдер үшін $20 дейін, және жалпы есебімен айтқанда әрбір депозит үшін $500 дейін аласыздар. Бұл әрине де жалпы есебімен депозиттің жалпы мөлшеріне байланысты болмақ. Мысалы үшін енді сіз агент түрін таңдағыңыз келеді, және дәл осы жерде сіздер жалпы есебімен өзіңіз туралы ақпаратты енгізуіңіз тиіссіздер. Яғни біріншіден ол әрине де жалпы есебімен айтқанда телефон нөмірі Қазақстан Республикасын келіп жатқан еді. Мінекей Қазақстан нөміріңізді жазасыздар, қай тілде сіздер үшін қолайлырақ екенін таңдайсыздар. Мысалы үшін орыс тілі, бәрімен қарай қай күні дүниеге келгеніңізді, және мына бетте сіздермен қалай хабарласуға болатынын жазып кетуіңіз тиіс. Яғни ол бізде Telegram, Instagram, Facebook немесе WhatsApp парақшасы болуы мүмкін. Бұл жерде дәл сол логин деген жерде дәл сол телеграмның мысалы үшін логинін жаза аласыздар. Мына бетте екі бір өте оңай сұрақ. Жалпы есебімен біздің серіктес программаларымыз туралы қай жерден білдіңіздер? Таңдайсыздар. Яғни интернетте іздедім деген сияқты, ютубта бәлкім, немесе телереклама, әлде біздің менеджерлар немесе басқа серіктес сіздерге айтты. Сіздер енді қандай жалпы есебімен қандай көмек беретініңізді осында таңдайсыздар. Яғни сауда сигналдары, ребайт сервис болсын, онлайн түрде үйрету, офлайн түрде үйрету деген сияқты осы екі сұраққа жауап беріп, әрмен қарай бұл жерде өздеріңіздің көріп отқандарыңыздай жалпы тәжірибелеріңізді көрсетуіңіз тиіс. Яғни трейдинг, инвестиция жасауда тәжірибеңіз бар болса, оны басасыздар. Қай компаниялармен жұмыс істегеніңізді көрсетесіздер. Серіктес программаларында болған болсаңыз, осы біз көріп отқандай батырманы басып, әрмен қарай бұл жерде де компаниялардың жалпы есімдерін жазасыздар. Сізде өздеріңіздің жалпы есебімен серіктестеріңіз бар болса, яғни депозит жасап сауда жасауға дайын болса, бұл батырманы басасыздар. Енді барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мына бетте болса өзіңіз туралы жазасыздар. Мысалы үшін мен трейдингпен 5 жыл бойы айналысқанмын деген сияқты, яғни өзіңіз туралы ақпарат енгізуіңіз тиіс, қадірменді достар. Және дәл осы ақпараттардың барлығын енгізіп, сіздер тіркеу жалпы процесін, тіркеу процедурасын аяқтайтын боласыздар. Әрмен қарай болса, үшінші қадам қандай екенін сіздермен бірге қарастырайық, және сол үшінші қадаммен біз сіздермен бірге жалғастыратын боламыз.
Міне достар, осылайша серіктес кабинетін тіркеу процедурасын аяқтағаннан кейін сіздерде осындай профильдеріңіз ашылатынын көріп отырмыз. Сіздерде мінекей агент түрін таңдаған едік. Мынау сіздің жеке кодыңыз, яғни сіз тарататын жеке кодыңыз бен рефералдық сілтемеңіз. Бұл жерде енді серіктестерге арналған бүкіл керекті заттар бар екенін көріп отырмыз. Иә. Яғни айта кететін болсақ, мінекей сіздерге ақша қалай түсетіні туралы ақпаратты осында көре аласыздар. Яғни мысалы үшін сіз алып келген басқа трейдерлер қаншама депозиттеріне, яғни енгізген ақшаларына трейдинг жасайтын болса, сіздер оның қанша пайызын алатын боласыздар. Бүкіл ақпарат осында орналасқан. Сіздің рефералдық сілтемеңіз бойынша тіркелген жалпы трейдерлердің мінекей саны осында көрсетілетін болады. Енді жалпы есебімен айтқанда бүкіл осы керекті ақпараттардың барлығы осында, яғни мінекей сіздің номеріңізге түсетін ақшалар, регистрациялар үшін жалпы есебімен серіктес ребейті біз көріп отқандай, және обороттың қандай да бір пайызы туралы ақпараттың барлығы осында болмақ. Екінші мінекей сілтеме арқылы сіздер өзіңізге керекті, яғни маркетинг үшін потенциалды түрде керекті заттарды көре алатын боласыздар. Сіздің жеке сілтемеңізді мінекей мобилді жалпы ұялы телефондарға арналған сілтеме ретінде бір жерге орналастыратын болсаңыздар, осында таба аласыздар. Яғни бүкіл керекті ақпарат, маркет сайтына өту сіздің жеке сілтемеңіз арқылы, кэшбэк енді жалпы сілтемесіне өту, акция және бонустар сілтемесіне өту, барлығы да осында, яғни керекті сілтемелердің барлығын осында таба аласыздар. Мен қатар веб API деген бөлімде бүкіл керекті сілтемелер, яғни жалпы есебімен мысалы үшін рефералды жалпы сіздің серіктестік программаңызда бар ма жоқ па тексеріп алу осында дәл осы сілтеме арқылы жасалынатын болады. Яғни мына wallet ID дегеннің орнына сілтеменің ішінде әмиян нөмірін енгізу керек. Мысалы үшін мінекей көрсетілгендей әмиян нөмірін енгізесіздер. Бүкіл жалпы сіздің сілтемеңіз бойынша өткен әмияндар нөмірлерін көре аласыздар. Бұл да осында орналасқан баннерлер. Бұл енді көбінесе мысалы үшін сіз қандай да бір контент жасап серіктес ретінде өз жеке сілтемеңізді таратамын дейтін болсаңыздар, осы мінекей баннерлерді, яғни алдын ала жасалған дизайндерді қолдана аласыздар. Бұл жерде өте бір қызықты виджеттер де бар екенін айта кету қажет. Яғни сентимент индикатор бар, көңіл күй индикаторы деп айтуға болады. Және осымен қатар біздің веб-сайтымызда орналасқан виджет, яғни мысалы үшін биткоин мен доллардың жұбы енді қаншалықты қымбат болды немесе қаншалықты төменге түскені туралы ақпарат, бұл да біздің веб-сайтымызда орналасқан. Бұл виджеттерді енді жалпы жүктеп алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Дәл осы жалпы дәл осы сілтеме арқылы ребейт туралы ақпарат мінекей дәл осы сілтеме бойынша орналасқан, және RSS ленталары туралы да ақпарат осында орналасқан. Жалпы есебімен айтқанда функционал туралы көп әңгіме қозғай беруге болады, қадірменді көрермен. Сондықтан өздеріңіз жалпы тіркеліп барлығында осында көре аласыздар. Бүкіл керекті ақпарат енді жалпы түсінікті түрде, интуитивті түсінікті түрде дәл осы парақшада орналасқанын көріп отырмыз. Яғни біз көріп тұрғандай сіздердің сыйақыларыңыз өседі, деңгейге байланысты. Silver, Gold немесе Platinum, бұл жерде жаңа жалпы есебімен айтқанда тұтынушыларды қалай табуға болатыны туралы ақпараттарда орналасқан. Яғни осы серіктестерге арналған жеке энциклопедия деп айтуға да болады. Яғни қалай іздеуге болатын, қалай табуға болатынын жалпы осында көре аласыздар, және өздеріңіз осы ақпаратты қолданып серіктес ретінде біздің
жалпы компаниямен бірге ақша табуға мүмкіндіктеріңіз болады, қадірменді көрермен. Және осымен енді кішігірім біздің бейне сабақ өз мәресіне жетуде. Сондықтан қажет болса дәл осы жалпы функцияны, яғни біздің серіктесіміз болу функциясын қолдана аласыздар. Және жасап жатқан істеріңізге де тек қана сәттілік тілеймін. Және келесі видеолар барысында кездескенше, егер Форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Инстаграм және Телеграм парақшаларымызға жазылып кетуге шақырамыз. Және YouTube арнамызға да жазылып, хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Келесі видеолар барысында кездескенше сау болыңыздар.